Сәлем достар, осы сабақта ағылшын әріптерімен және олардың сөздер құрамында оқылумен танысамыз. Бірінші әріп A. Ә деген дыбыс Ә. Apple, apple. Келесі әріп B. Б деген дыбыс Б. Bag, bag. C әрпі К дыбысы К. Cat, cat. D әрпі Д болып айтылады. Dog, dog. И әрпі Ә дыбысы. Мысалы, elephant, elephant. Ф әрпі Ф. Frog, frog. G әрпі Дж болып оқылады. Мысалы, жираф немесе Г. Gorilla. Келесі әріп H Х дыбысын береді. Х. Мысалы, hat, hat, бас киім. I. И дыбысы И. Indian, Indian. J әрпі Дж дыбысы Дж. Jog, jog. Жүгіру. К әрпі К дыбысы Kettle, kettle. Л әрпі Л болып оқылады. Л. Lamp, lamp. М деген дыбыс М. Map, map. Карта. Н әрпі Н дыбысын береді. Not, not. Жаңғақ. О. О. Old, old. Кәрі. П. П дыбысын береді. П. Parrot, parrot. Тоты құс. Q. Q әрпі көбінесе U әрпімен бірге кездеседі. Олар екеуі Q деген дыбыс береді. Q. Мысалы, Queen, Queen. Патшайым. R әрпі Р деген дыбыс Р. Rabbit, rabbit. С әрпі С дыбысы С. Sun, sun. Күн. Т. Т әрпі Т деген дыбыс Т. Tree, tree. Ю әрпі А болып оқылады. А. Umbrella, umbrella. В әрпі дыбысы В. Violin, violin. W әрпі айтылуы В. В. Web, web. X әрпі X. X болып оқылады. X. Fox, fox. Y оқылуы Й. Yellow, yellow. Z әрпі немесе Америкада Z деп айтылады. Дыбысы З. Мысалы, zoo, zoo. Зоопарк. Осымен видеомыз аяқталды. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.